Мұғалімнің бүгінгі бейнесі тек сыныптағы ұстаз ғана емес. Сонымен бірге қағаздың арасында адасып жүрген еңбекқор жан. Әр сабаққа дайындық, есеп беру, жоспар толтыру, түрлі формаларды толтыру, бәрі уақытты жеп қоятын ауыр жүкке айналды. Мұғалімнің ойы оқушыға бағытталуы тиіс болса да, қаламы көбіне қағазға байланады. Әр сабаққа күнделікті жоспар, 90-дық жоспар, жылдық жоспар жасайды. Оған қоса әр оқушының үлгерімі мен тәртібі бойынша есеп береді. Қысқасы, мұғалімнің жұмысы білім берумен қатар қағазға байланған ауыр еңбек еді. Жасанды интеллект келгесін қағаз жұмыстары азайып, жоспар, тест, есеп беру сияқты құжаттарды жасанды интеллект автоматты түрде дайындады. Мұғалімдер уақытын үнемдеп, шығармашылыққа, әдістемелік ізденіске және оқушылармен тікелей жұмысқа көбірек көңіл бөле бастады. Жасанды интеллект сабақ жоспарын жетілдіруде, оқушылардың үлгерімін талдауда сенімді көмекшіге айналды. Жасанды интеллекттің көмегімен сабақтар бұрынғыдан жеңіл әрі қызықты бола түсті. Тапсырмалар көрнекі, түсінікті және ойын түрінде ұсынылып, білімді қабылдау оңайлады. Әр оқушының деңгейіне қарай жеке қолдау көрсетіліп, әлсіз тұстарын түзетуге, ал мықты жақтарын дамытуға мүмкіндік туды. Бұл олардың сабаққа деген ынтасын арттырды. Мен қысқаша жасанды интеллект келгенге дейін және кейінгі өзгерістерді аниме форматында сіздерге жеткізуге тырыстым. Жасанды интеллект көмегімен кәсіби даму бағыттарын анықтап, инновациялық шешімдерді енгізуге дайын болдым. Бұл процесс менің кәсіби деңгейімді көтеріп, сабақтың сапасын жақсартуға ықпал етті. Тек маған жасанды интеллект сабақ барысында ғана емес, өз іс тәжірибемен бөлісуге және өз дарынымды танытуға мүмкіндік берді. Осының арқасында облыс және аудан көлемінде семинарларға спикер болу жетістігін берді. Педагогикалық идеялар фестивалі қатысып, аудан көлемінде 2-ші орын және облыс деңгейінде сертификатқа ие болды. Сонымен қоса мектеп тренері болуыма көмектесті. Қазіргі таңда мектептің 55 мұғалімдерінен құралған ортақ чатымыз бар. Ол чат үнемі байланыста болып, өзінің жасанды интеллект туралы түсінбеген сұрақтарын қояды. Әр апта сайын бір рет офлайн сабақ ұйымдастырамын. Бұның барлығы әрине тегін. Ұстаздар сабаққа қатысып, жасанды интеллектінің бағдарламаларын үйренеді. Мектебімнің жетістігіне аз да болса өз үлесімді қоссам, бұл мен үшін үлкен жетістік. Жасанды интеллект маған көп пайдасын тигізген сапалы білім болды деп нық сеніммен айта аламын.